Қайырлы күн, құрметті достар. Тікелей эфир басталды. Біраздап күтейік. Бүгін бізде тегін сабақ, тегін вебинар. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Қош келдіңіздер. Менің даусым естіліп тұр ма? Белгі бере кетіңізші. Қош келдіңіздер. Інжу ханымды көріп тұрмын. Қайырлы кеш. Менің даусым естіліп тұр ма? Қош келдіңіздер тікелей эфирге. Егерде менің даусым естіліп тұрса, белгі бере кетсеңіздер екен. Жақсы, рахмет. Естіліп тұр екен, өте жақсы. Жалпы сағат 8 дегеннен кейін көп күтпей бастағанды жақсы көрем. Эфирге кіріп жатқандар мені тыңдап, менімен бірге байланыста болуларыңызды сұраймын. Ал менімен бірге тікелей эфирде болмағандар кейін көріп алатынына сенемін. Сондықтан жақсы, рахмет. Мен сабағымды бастайын. Құрметті достар, бүгін біз тек қана эссе туралы сөйлесеміз. Бүгінгі таңда эссе бойынша қандай қиындықтар болып жатыр. Мен эссені өзімнің оқушыларыма қалай үйретіп жүрмін, жалпы практикаға қашаннан бері еніп жатыр, сол туралы жалпы барлығы эссе туралы болады. Егерде эфирге кіріп отырған оқырмандарым, сіздердің сұрақтарыңыз болса, осы жерде қоюларыңызға болады. Сұрақтарды әйтпесе дайректке келген сұрақтарды да мен топтастырып жинақтап қойдым. Сол бойынша жұмысымды бастай берейін. Сонымен, құрметті достар, биылғы жылы эссе тақырыбы, жалпы эссе деген өте бір өзекті мәселе болды. Мұғалімдер үшін, оқушылар үшін, мектепті алтын белгіге бітірген түлектер үшін өте өзекті дүние болды. Жалпы эссенің осы білім саласына енгеніне 6 жыл болды. Естеріңізде болса, 6 жыл бұрын эссе кірген кезде бәріміз сеңдей соғылысып едік. Егер естеріңізде бар болса, сол 6 жыл бұрын 11-ші сыныптармен жұмыс істеген мұғалімдер бар болса, сізде өте жақсы білесіздер. Біздің қиналғанымызды, сеңдей соғылысып эссені қалай жаздырамыз, оны қалай бағалаймыз деп бір үлкен қиындықтар туған болатын. Тура сол қиындықтар міне биылда мұғалімдердің басынан өтті. Кәдімгідей бір егерде сол эссе басталған жылдан бастап оны жыл сайын практикаңа енгізіп, сол туралы балаларға үйретпеген болса, өте қиындау болды. Ал егерде өткізіп жүргендер болса, жалпы қиындық неде болды? Бізде 11-ші сыныптарға арналған тақырыптар берілді ғой. Сол тақырыптарға арналған эссе жұмыстары кәдімгідей ғаламторға жайылып кетті де, балалар тек қана содан көшіріп қана отырды. Ол бізге үлкен қиындықтар әкелді. Оны жақсы білесіздер. Сондықтан осы 6 жылдың ішінде мен қандай жетістікке жеттім, эссені қалай үйреттім, не істеп жатырмын, сол туралы бөлісе кетейін. Құрметті әріптестер, осы жерде эфирге қатысып отырғандар мұғалімдер ме екен? Егер мұғалім болсаңыз, плюс белгісін басып кетіңізші. Мен сіздермен байланысып бірге жақсы жұмыс жасау үшін. Мұғалім болсаңыздар, плюс белгісін баса кетулеріңізді сұраймын. Себебі менің оқырмандарымның ішінде оқушылар да өте көп, жеке дайректке сұрақтарды өте көп қояды. Сондықтан мен анықтап алу үшін мұғалімдер бар ма екен қатысушылардың ішінде? Әйгерім сәлем. Әйгерім қазақ тілдің мұғалімі.
иә. Жақсы, рахмет. Інжу, мен шатаспасам, сіз де қазақ тілі мұғалімісіз, иә? Жақсы, тағы да мына жерде Ш217999 деген оқырманым бар екен. Аты жөніңізді білмеймін, сіз де мұғалім екенсіз. Өте қуаныштымын, рахмет кері байланыстарыңызға. Сонымен, құрметті достар, дайректке мынандай сұрақтар келді. Мен сол сұрақтардың барлығын жинақтадым. Жинақтадым, барлығын біріктірдім. Тақырыбына байланысты болса, мен оларды жеке-жеке оқымайын деп топтастырдым. Сонымен бірінші сұрақ мынандай болды. Неге тақырыпта аша алмаймын дейді. Бұл мұғалімнен келген сұрақ болды. Неге тақырыпта аша алмаймын дейді. Егер де естеріңізде болса, мен эссе туралы біраз эфирлер жүргіздім және пост жаздым. Сол кезде былай айтқан едім. Егер де оқушының рөліне кіріп өзіңіз эссе жазбасаңыз, онда өзіңізге эссе жазу өте қиын болады. Бұл бір. Екіншіден, баланың жұмысын тексеру ол да қиындыға келеді. Онда сіз балаға дұрыс бағыт бере алмауыңыз әбден мүмкін. Сондықтан да неге тақырыпты аша алмаймын деген өте өзекті сұрақты қойған мұғалімге рахметімді айтамын. Яғни бұл жалпы эссені өзінің өн бойынан өткізіп, басынан аяғына дейін жазған мұғалімнің сұрағы болып тұр. Бұл қиындық менде де болды ең басында. Неге тақырыпты аша алмаймын? Сонан кейін көбінесе біз оқушыларға кері байланыс бергенде, сен тақырыпты ашпадың деген кері байланыс береміз. Мен өзім солай жазамын. Тақырыбың ашылмаған. Енді тақырыпты ашу үшін неге назар аудару керек? Мен сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Қазір эфирде отырған адамдар, мұғалімдер, әріптестерім, мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, мынандай сұрақ болды осы биылғы 11-ші сыныптарға келген тақырыптардың ішінде. Ыбырай Алтынсарин әңгімелеріндегі ата тәрбиесі мен ғибраты. Барлығымызға бір оңай, тезірек жауап бере алатындай тақырып алып отырмын. Ыбырай Алтынсарин әңгімелеріндегі ата тәрбиесі мен ғибраты. Қалай ойлайсыз? Ең бірінші эссені біз неден бастағанымыз дұрыс? Ыбырай Алтынсарин туралы ма? Жоқ, Ыбырай Алтынсариннің әңгімесі туралы ма? Жоқ, әлде бірден әңгімедегі ата ғибраты мен ата тәрбиесіне қарай ойысуымыз керек па? Осы үш мен атаған мәселенің қайсысымен бірінші басталу керек эссеміз? Қалай ойлайсыз? Маған бір ауыз жазып жіберсеңіздер екен. Ыбырай туралы жазамыз ба? Ыбырайдың әңгімелері туралы жазамыз ба? Жоқ, әлде бірден ата ғибраты, ата тәрбиесі туралы жазамыз ба? Қалай ойлайсыздар? Жаза беріңіздер, қате болса ештеңе етпейді, бағыт беріп жіберемін. Сағыныш, сәлем. Эссе жазу бүгінгі таңда тек қана қазақ тілі мұғалім емес, барлық мұғалімдерге тән дүние, керек дүние болып қалғанын білесіздер. Қандай пәннің мұғалімі болмасын, эссе жазу жаза алу керек. Ата ғибраты, Інжу айтады, Інжу ханым айтады, ата ғибраты туралы дейді. Так, Әйгерім, сіз қалай ойлайсыз? Тағы да қандай ойларыңыз бар? Неге тақырыпты аша алмаймын деген сұрақ, осы сұрақ туралы. Автор туралы бастау, таныстыру дейді. Ата ғибраты дейді. Ата ғибраты дейді. Жақсы. Ал енді қарайық. Бізде оқушылар осындай тақырып кездесетін болса, егерде жалпы эссенің қалай жазылу керегін, әлі де техникасын білмеген жағдайда, біз ең бірінші Ыбырай Алтынсарин әңгімелеріндегі деп бірден тақырып басталғандықтан, Ыбырай Алтынсарин туралы бастап кетеді. Ол қате. Неге қате? Қарайық, егер сіз Ыбырай Алтынсарин туралы жазатын болсаңыз, онда сіз о бастан эссеңіздің тақырыбының ашылмауына жол беріп тұрсыз. Көптеген сала мұғалімдер үшін де эссе жазу маңызды екен. Қазір тек қана мұғалімдер емес, дұрыс айтасыз. Шығарма болып кететін шығар, автор туралы айтсақ дейді.
Қараңыз, егер де Ыбырай Алтынсарин туралы айтатын болсақ, онда сіздің тақырыптан ауытқудың бастамасы болады. Бұл бірінші. Екінші, бізге ең бірінші тақырыпты ашу сөйлемі керек. Яғни жазып отырған оқушы болсын, мұғалім болсын, сол тақырыпты қаншалықты түсінді. Қараңызшы, қайтадан назар аударыңыз. Ыбырай Алтынсарин әңгімелеріндегі ата тәрбиесі мен ғибраты. Бұл жерде Ыбырай Алтынсарин туралы сұрап тұрған жоқ. Бұл жерде Ыбырай Алтынсариннің әңгімесі туралы сұрап тұрған жоқ. Бұл жерде әңгіменің ішіндегі ата тәрбиесі қандай, және ғибрат қандай, біз алатын тәрбие қандай, қандай ой түйеміз, біз одан қандай өзімізге өмірлік бір мән түйеміз, осыны сұрап тұр. Сонда ең бірінші, құрметті әріптестерім, оқушыға үйреткен кезде біз мысалы тақырыпты бере саламыз да, міне тақырып эссені бастап кетіңдер дейміз, жоқ. Тақырыпты бергеннен кейін міндетті түрде бала тақырыпты қалай түсінді, соны ашып алу керек. Мен мұғалімдермен жұмыс жасағанда да осылай практикалық түрде жұмыс жасаймыз. Бірнеше тақырып берем, сол тақырыптың ішінде мысалы әр тақырыпта ең бірінші нені жазуымыз керек, тақырыпты ашу сөйлемі неге бағытталу керек екенін анықтау өте маңызды. Сонымен бірінші Ыбырай Алтынсарин туралы жазбаймыз. Екінші, Ыбырай Алтынсарин туралы Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері дедік. Қараңыздар, тақырыпта былай деп тұр: Алтынсарин әңгімелеріндегі ата тәрбиесі мен ғибраты. Осы жерде егерде сіз Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері туралы жазып кететін болсаңыз, тағы да тақырыптан ауытқисыз. Бізде эсседе міне бір ғана жол бар. Егер сіз былай қарай кетіп қалсаңыз, онда сіз тақырыбыңыз ашылмай қалады. Біз неге тура бір ғана жолмен жүруіміз керек? Бізге бірнеше жолмен жүретін кездеседі, оны мен қазір айтам. Бір жолмен жүрген кезде сіз білесіз не жазу керек екенін, сол кезде ауытқымайтын боласыз. Және де эсседе ең негізгі керек дүние сөз саны, 250 ма, 300 бе? Егер сіз мұғалім болып эссе жазатын болсаңыз, мұғалімдерге 500 сөзден кем эссе болмайды. Яғни 500 сөз деген ең төменгі сатысы. Яғни біз одан ары қарай көбірек жазуымыз керек деген сөз. Сонымен бізде бұл тақырыпта бізде сұрап тұрған дүние, осы әңгімеден біз қандай тәрбие аламыз? Қандай тәрбие балаға беруге болады, не түйуге болады? Міне, сонда тақырыптағы ең негізгі дүниені тауып аласыз. Ол тақырыпты ашу сөйлеміне қарай бағытталу керек. Тақырыпты ашу сөйлемі жазылғаннан кейін ол бізде 2 сөйлем немесе 3 сөйлем болу керек. Сосын барып біз тезиске көшеміз. Міне қараңыз, сұрақ мынандай болды, қайталап айтам: неге тақырыпты аша алмаймын? Сонда бұның тақырыпты аша алмаудың ең негізгі басты себебі ол тақырыпты түсінбеу. Яғни тақырыптың түбіне қарай үңілмеу. Мен өзімнің бастан өткен бір кішкентай ғана оқиғаны айтайын. Бір сайысқа бардым. Осыдан 4-5 жыл бұрын сайысқа қатыстым. Сол кезде сайыстың бізге тақырып берді, бүкіл мұғалімдерге. Ол кезде бізге не бары берілгені бір сағаттың ішінде 500 сөзден тұратын эссе жазу керек болды. Бірден тақырыпты оқығанда түсінікті, педагогтар туралы бір тақырып берді, қазір нақты есімде жоқ. Алдымда педагогтар туралы жаза бердім. Сосын бір кезде ортасына келген кезде тақырыпты оқыдым. Тақырыпты оқыса, менен басқа дүниені сұрап тұр екен. Көрдіңіз бе? Ал енді мен қайтадан оны басынан бастауға уақыт жоқ. Сондықтан ары қарай енді мен жалғастырып жаза бердім. Бірақ та ауытқығанымды өзім күшті біліп тұрмын. Бірақ дегенмен де әйтеуір сәл негізгі жолға қарай бұрылып, ең соңында оны жақсы аяқтадым. Өзім біліп тұрмын, енді өзіме бағамды да беріп тұрмын. Содан бастап өзім ойлап жатырмын, неге мен жаңа оқыған кезде тақырыпқа қатты назар аударып алмадым. Менің ойымда сол жерде көп әріптестеріміз сайыстан шыққаннан кейін сөйлесіп жатырмыз бір-бірімізбен. Сонда бірден тақырыпты оқыдық та жалпы түсіне салдық, үлкен қателік жасадық. Ал егер сен мысалы 5 минут уақытыңды қиып сана тақырыпқа қарай үңілетін болсаң, тақырыптың ішінде негізгі дүниенің бәрі отыр, соны түсініп алу өте маңызды екен. Сосын барып мен оқушыларыма келген кезде, оқушыларыма тапсырма берген кезде тақырыпты түсіндіретін болдым. Көздеріңіз
тәжірибе қалай жинақталады. Мен ол кезде, мысалы, мені қазір 25 жыл стажым бар болса, бұл кезде мен 20 жылдық стажым бар еді. Бірақ ол кезде біз басында эссе жаздырмаған едік, иә. Міне, осылай мен тәжірибе жинақтадым. Сосын 5 минут, 10 минут, 15 минут өте ме оқушылармен бірінші тақырыпты жақсылап тұрып түсіндіремін. Әрине, өзім бәрін айтып бермеймін, балаларды жетелей отырып, сұрақ қоя тұрып, жаңа местерге сұрақ қойдым ғой, иә, өзім анықтап бердім 3 проблеманы. Ыбырай туралы ма, Ыбырай әңгімелері туралы ма, жоқ әлде ата ғибраты ма деп, иә. Осылай егерде 3 бағытты беріп балаларды жетелейтін болсаңыз, бала кішкене тезірек ойланады. Ал бірден балалар қалай бастау керек дейтін болсаңыз, бала ойланып қалады. Одан кейін қазіргі балаларды білесіз, Z ұрпақ, ол мүлде басқа, ол біздің алдымызда осыдан 4 жыл, 5 жыл, 10 жыл берген оқушыларымызға ұқсамайтын оқушылар алдымызда отыр, иә, менімен келісесіздер деп ойлаймын. Сондықтан мен осындай тәжірибе жинақтап, өзімнің бойымнан өткеннен кейін балаларға солай үйретіп жүрмін. Сонда тақырыпты аша алмаудың ең бірінші қателігі, яғни ол тақырыпты дұрыс түсінбеу. Бір оқығанда басқаша түсінесіз, оны бірнеше рет оқығанда ол басқадай болады. Яғни тақырыптың ішінде не жасырын тұр, тақырыптың ішінде не тығылып отыр, тақырыптың ішіндегі дүниені дұрыстап түсініп алу керек екен. Міне бұл бізде бірінші сұраққа жауап осындай. Ары қарай кете береді. Тезис, тақырыпты ашу сөйлемі, одан кейін тезис, одан кейін өзектілік, ол өзі бір-бірімен ары қарай кететін келесі кезеңдер екен. Келесі екінші мынандай сұрақ болды. Пікір білдіруде нені ескеру керек дейді. Маған өте ұнады осы сұрақ. Пікір білдіруде нені ескеру керек. Енді былай қарасаңыз, аргумент келтіресің, оған өзіңнің көзқарасыңды білдіресің деп біз балаға түсіндіреміз, иә? Енді қараңыз, пікір білдіруде нені ескеру керек? Кәдімгідей тағы да ойланатын болсаңыз, бір тереңге қарай үңілуге болады, иә? Ол тағы да тақырыптың ашылуына бір жәрдем болатын ең негізгі аспекті бұл. Осы жерде мен не айтатын едім? Тағы да тақырыпқа назар аудару керек. Тақырыпта не сұрап тұр? Кейде тақырыпта бізде даулы мәселені білдіретін тақырып ұсынылады. Кей кезде бір ғана сенің көзқарасыңды ғана сұрайтын тақырып болады. Кейде бірнеше келісесің бе, келіспейсің бе? Қазір мынандай болып жатыр, сен оны басқадай түсінесің бе деген сияқты тақырыптарда бар, кездеседі. Сонда пікір білдіру үшін тағы да айтам, ең бірінші тақырыпты тағы да түсініп алу керек. Не сұрап тұр? Бір жақты пікір сұрап тұр ма? Екі жақты пікір сұрап тұр ма? Сыни пікір сұрап тұр ма? Жоқ әлде сенің өзіңнің көзқарасыңды білдіретін бір көзқарасыңды ұсынатын, дәлелдеп беретіндей пікір сұрап тұр ма? Осығанда назар аудару керек, көрдіңіз ба? Біз осығанда назар аудармай кетеміз. Егерде осы жағын тағы да анықтап алмайтын болсақ, онда біздің дәлеліміз, аргументтен кейін берілетін пікірде басқа жаққа қарай, басқа жолға қарай, басқа арнаға қарай бұрылып кету қаупі бар. Сондықтан мен бұл жерде тағы да тақырыпқа назар аудару керек деп айтар едім. Мысалы мынандай бір тақырып келтіріп жіберейін. Мысалға, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясындағы Абайдың ақындық әлемінің қуаттануына әсер еткен себептерді талдап жаз. Бұл жерде енді талдап жазасыз. Талдап жазу үшін сіз өзіңіздің пікіріңізді бересіз, иә? Бұл жерде сыни пікірдің қажеті жоқ. Бұл жерде өзіңнің талдау арқылы өзіңнің көзқарасыңды білдіресің. Сыни пікір жаз десе, онда сіз автордың пікірін тауып аласыз, іздеген кезде, аргументтерді іздеген кезде автордың пікірін тауып алып, немесе басқа бір цитаталарды мысалға келтіріп, сол цитатаға сіз қарсысыз ба, жоқ әлде сіз соны қолдайсыз ба? Егер тағы да мына жерде мынандай бір үлкен маңызды дүние бар. Егерде сіз өз пікіріңізді жай ғана айтып қойсаңыз, онда эссенің динамикасы жоғары болады деп айта алмаймын. Міндетті түрде сіз өзіңіздің көзқарасыңызды оқып отырған оқырманға құптату,
құптату, яғни сізбен келісетіндей болу керек, ол үшін кәдімгідей шеберлік керек. Сіз сол цитатада айтылған пікірмен келісіп тұрсыз ба? Сіз оны өзіңіздің ойыңызды жазғаннан кейін сіздің эссеңізді оқып отырған оқырман да құптау керек, мына кісі дұрыс айтып отыр, эссені өзінің пікірін жақсы білдірген екен деп. Егер де сіз оны құптамайтын болсаңыз, құптамау жағына қарай көзқарасыңызды өте жақсы беруіңіз керек. Сол кезде тағы да эссені оқып отырған оқырман сіздің не үшін келіспей отырғаныңызды өте жақсы түсіну керек. Көрдіңіз ба? Эссенің бұл жерде өте эссенің жазы жалпы оқудағы біз мынау күшті жазылған эссе екен, мынау нашар жазылған эссе екен деп бірден оқыған кезде өзі тәжірибелі адамға бәрі көрініп тұрады, сол кезде мұғалім бірден оқып отырған кезде анау тақырыптан туындайтын аргументке берілген көзқарасты қаншалықты жазып отырған адам қаншалықты жеткізіп отыр, соған өзінің көзін жеткізе алатын болса, берілген аргументке құптап отырса, ішімен келісіп отырса, онда эссенің 80% мықты жазылды деген сөз. Көрдіңіз ба? Міне осы жағында үнемі еске сақтап отыруымыз керек. Сосын жаңа қалыптасқан, егерде мысалы сіздің жазып отырған тақырыбыңызға байланысты кәдімгідей қоғамда қалыптасқан пікір бар делік. Сол қалыптасқан пікірге сіз қарама-қарсы пікір айтып, қайтадан оқып отырған оқырманыңызды өзіңізге қарай құптататын болсаңыз, сіздің пікіріңізбен ол келісіп отыратын болса, онда ол эссе мықты жазылған эссе, яғни дәл сол аргумент мықты деп есептеуге әбден болады. Ол үшін балаға немесе мұғалім өзіңіз эссе жазған кезде тақырыпты мықты түсініп алғаннан кейін, сізден нені талап етіп отырғанын біліп алғаннан кейін сіз ойланасыз, аргументке мен мына нәрсені ұсынамын, мен оған көзқарасымды былай білдіремін. Біз айтамыз ғой, мысалы шығармаға біз жоспар жазамыз, ал эссеге жоспар жазбаймыз. Бірақ негізінде сіз черновигіңізге міндетті түрде жоспарды қысқаша түрде жазып қою керек. Ол өте маңызды. Сол кезде сіз тақырыпты қалай түсінгеніңізді, тақырыпты аша алғаныңызды жоспарыңызға қарап отырып біліп отырасыз. Мысалы, бірінші аргументке мынаны келтіремін, оған мынандай көзқарасымды жазамын, келісетін пікір беремін, немесе келіспейтін пікір беремін деген сияқты өзіңізге қысқаша түрде жазып қоятын болсаңыз, онда ұтылмайсыз деген сөз. Менімен келісесіздер ме? Егерде менімен келіссеңіз, оған да пікір білдіріп отыруларыңызды сұраймын. Ал егерде өзіңіздің ойыңызды айтатын болсаңыз, оны да тыңдап көрейін мен. Құрметті сабаққа қатысушылар, егерде сабақты кейін көрген болсаңыз, жекеге дайректке жіберуге болады. Сұрақты немесе менімен келісетініңізді, келіспейтініңізді бірге талқыласуға болады. Менің ол үшін құрылған телеграм каналым бар. Кез келген мен қозғайтын тақырыптарды сол телеграмға сұрақ ретінде қоюыңызға болады. Сол кезде бірге талқыласып, жалпы сұрақтардың мән-жайын ашып біліп алуға болады. Менімен келісесіздер ме? Жақсы, мүмкін жазып отырған болсаңыз, мен ары қарай жүре берейін, сосын қазір айналып келіп оқырмын. Келесі үшінші мынандай сұрақ келді. Оқушылар көбінесе қандай қате жібереді дейді. Бұл да бір мұғалімнен келген сұрақ. Оқушылар қандай қате жібереді дейді. Менен сұрап тұр, сіздің оқушыларыңыз қандай қате жібереді дейді. Сұрақ ұнады маған, жақсы, жаман емес. Былай қарасаңыз айтады ғой, бір жай қарабайыр сұрақ сияқты. Бірақ дегенмен де, бұл кәдімгідей бір ең бір нәзік сұрақтардың біреуі деп айтуға болады. Менің оқушыларым қандай қате жібереді? Бірінші, ең бірінші кететін қате, менде оқушылар көбінесе плагиат жасағанды ұнатып отырады. Дәл бүгінгі күні, мен биылғы бітірген 11-лерім жылдың соңына қарай плагиат жасамайтын болды. Басында
таза плагиат. Балалар қазір үйреніп алған, Google-да ашады да, тақырыпты жазады да, керек дүниенің ішіне қарап, бір сәйкес келеді ау дегенді алады да копировать етіп қоя салады. Не оны перефраз жасамайды. Егер мүмкін перефраз жасаса, ол басқадай шығатын беді, Мен оны кейін балаларға сондай Google-дан алған, Википедиядан алған, тағы да басқа дерек көздерден алған контенттерді қалай перефраз жасау керек екенін үйретіп, одан да жақсы нәтиже көрдім. Балалардың бірінші жіберетін қатесі, яғни менің оқушыларымның плагиатты қалай мен болдырмадым, осыған тоқталып өтейін. Бұл да менің тәжірибем. Бірінші, баланың плагиатын кәдімгідей қоршап тастаймын, белгілеп, қып-қызылмен, жасылмен, әйтеуір басқа қаламмен белгілеп тастаймын да, плагиат деп жазамын. Минус қойып тастаймын. Бұл бірінші. Одан кейін балаға дәптерін таратқаннан кейін баланың дәптерді ашқан кезде эмоциясына қарап тұрам. Мен сосын балаларға дәптерлерін, мысалы эссені тексергеннен кейін барлығына бірдей таратып жүрмеймін. Мысалы айтам, Айжан, мынау сенің эссең, берем, баланың эмоциясын қарап тұрам. Мен білем, кім қалай жазғанын. Әсіресе мынау плагиат жасағандардыкін мен жеке беремін де эмоциясына қараймын. Бала ұялды ма, қызарды ма, болмаса оған бәрібір болып тұрма, ол мен үшін өте маңызды. Содан кейін оларға түсіндірем, плагиаттың минусы қай жерде, плагиаттың плюсы қай жерде. Плюсы, яғни ол бала әйтеуір бір құтылсам болды деген ниетпен жаза салды, оны да айтамын. Сосын перефраз жасауға өте жақсы нәрсе екенін түсіндірем. Бірақ та толыққанды плагиат жасай салу ол біреудің еңбегін ұрлау мен тең екенін жақсы түсіндірем. Және де жоғарғы оқу орнына барған кезде, білесіздер, плагиат қазір ең бірінші тексеріледі. Ол бәленбай процент болса, баланың жұмысы өтпейтінін айтамын. Сөйтіп болашақтағы оның кемшіліктерін, алдына келетін кедергілерін айтамын. Бұл екінші. Одан кейін келесі жолы тағы да тапсырма берем. Плагиат жасаған, қарайсыз, жаңа басында 80% плагиат жасаған бала 50%-ға дейін түседі. Обязательно жасайды ол бала плагиатты, міндетті түрде жасайды. Сол кезде мен тағы да айтып берем. Сен бірінші эссеңде 80% жасағансың, осы жолы 50% жасадың. Яғни ұялдыру арқылы, ұялту арқылы баланың плагиат жасамауына осылай алдын алам. Одан кейін үшінші рет қайтадан келесі эссені жазған кезде бала енді 20%, тағы да көрсетем. Сен анада мынанша болған, одан кейін 60 болды, одан кейін 20 болды. Ең соңында балалар плагиат жасауды мүлде қояды. Плагиат жасамайды. Екінші жіберетін қате, бұл балалар редактура жасамайды. Балалар міне бірден тақырыпты түсінді, тезисі бар, анауын бар, мынауын бар дей салады, оны оқып отырған кезде бірден жазады. Яғни черновикке жазбайды, бірден дәптерге түсіреді де мұғалімге бере салады. Тексермейді қайтадан. Оған арнайы редактура деген сабақты берем оларға. Яғни жазылған эссені 5 мақсатта тексеру керек. Бірінші мақсат, тақырыбың ашылды ма? Сол мақсатта бірінші тексеріп шығасың. Ол жерде сен қатені тексермейсің, тек қана тақырыбың ашылды ма, соны тексересің. Екінші, жазылған эссең көркем ба? Көркем ба? Бұл менде қазір келесі тағы да осындай сұрақ келді. Яғни көркемдігін қалай арттыру керек? Егер қара байыр жазылатын болса, ол эссе тағы да бір динамикасы төмен болып тұрады. Оқыған кезде де бір тақырып ашылса да, көркемдігі болмаса, бір қызықсыз болады. Қазақ тілі әдебиеті болғаннан кейін, жалпы эссе жазылғаннан кейін бір адамға бір шабыт беретіндей, бір көркемдігі көрініп тұрса, айшық болып тұрса, о да тіптен тамаша. Оны да мен баланың қанаттандыратындай сөздер айтып, оның көркем етіп жазуына тағы да жол ашам. Келесі, үшінші қай мақсатта тексереміз? Үшінші мақсат бұл бөлімдердің арасында логикалық байланыс бар ма? Яғни бірінші бөлім мен екінші бөлімнің арасындағы сөйлем байланысып тұр ма? Олар үшеуі үш жақта жатыр ма? 4 абзац болса, 4-еуі 4 жақта жатыр ма? Сол мақсатта
тексеретін болса, онда бала көрет қатесін. Мына екеуі байланыспай қапты. Онда ше мүмкін байланыстырушы сөздерді қосу керек болар. Мүмкін кішкене мағынасын сәл өзгертіп, басқа сөйлеммен беруі мүмкін, я? Осындай мақсатта тексереді. Төртінші мақсат, жазған жұмысынан орфографиялық қате іздейді. Орфографиялық қандай қате бар, және бесінші пунктуацияны іздейді. Егер де осы мен айтып өткен 5 мәселені де бірден қамтып өтіп тексеріп алам десе, бала қателеседі, немесе мұғалім қателеседі. Сондықтан ешқандай асықпауды сұраймын. Мысалы, сіз бүгін тақырыпты бердіңіз, ертең эссе жазып келуге ешқашанда олай бермеу керек. Бала онда редактура жасай алмайды. Және де қалай болса солай тез әйтеуір мұғалімнен құтылу үшін жаза салуы мүмкін. Егер уақыт қысқан күннің өзінде де мен 2 күн берем, 2 күн болмаса жалпы 1 апта берген дұрыс болады. Сонда бала плагиат жасамайды. Біріншіден, екіншіден тақырыпқа қатты үңілетін болады. Үшіншіден редактураны дұрыс жасайтын болады. Мен редактураға қатты мән берем. Міне осындай қателіктерді жібермеу үшін алдын ала осындай нәрсе. Менің балаларым осындай қателерді жіберді, мен осылай жұмыс істеп жатырмын. Міне үлкен 2 мәселені сіздермен бөлісіп отырмын. Келесі мынандай сұрақ болды. 4-ші, эссені қалай көркем етіп жазам? Жаңа мен оны шет жағасын айтып кеттім. Жаңа 3-ші редактура оның көркемдігін тексеру деген. Яғни әдебиет теориясындағы теңеуден бастап, анау фигура мен құбылту, айшықтау, Ахмет Байтұрсынов ұсынған әдебиет теориясындағы барлық троптар мен фигураларды балаларға үйретіп алу керек. Міндетті түрде, сосын сөйлеміңіз, баланың сөйлемі, өзіңіздің сөйлеміңіз қарабайыр, жай ғана қарапайым болып тұрса, міндетті түрде оны әрлейміз. Теңеу қосасы ба, метафора қоса, мақал мәтел қосуға болады, фразеологизмдік тіркестерді қосуға болады, литота керек па, жоқ әлде гипербола керек па, тағы да сіздің тақырыбыңызға байланысты осы әдебиет теориясынан алған білімін міндетті түрде енгіздіртіп отырам балаларға. Сосын сол сөздердің астын сыздыртып өтем. Сол кезде мұғалімге де оқып отырған кезде бірден түсінікті, және бала үшін де бұл өте түсінікті. Яғни жазылған эссенің әсерлілігін көркемдеу арқылы эссені одан сайын құбылту, әдемілеу, көркемдеу, мен осылай жұмыс жасап жатырмын балалармен. Және де өзімнің курсымда, сабақтарымда мұғалімдерге де осыны үйретемін. Енді ол практикалық түрде, енді ол мүлде басқаша. Енді жалпы эссе деген оқыған кезде бірден түсінікті болу керек. Және егер де ол күнделікті бар дүниені естіп жүрген дүние ғана жазылатын болса, онда ол эссе қызықты болмайды. Эссенің қызықты болуы баланың да мұғалімнің де болсын өзінің тарапынан, тәжірибесінен бір мысалдарды келтіре отырып, көзқарасын жаңағыдай құптата алатындай болып жатса, онда эссе қызықты болып есептеледі. Сондықтан барынша эссенің қызықты болуы бұл оқырманға өте маңызды. Оны жазып отырған оқушы үшін де, мұғалім үшін де маңызды. Сондықтан қайтадан бір оқып шыққан кезде сіз басқа көзбен оқыңыз. Мысалы, сіз біреудің эссесін оқып отырмын деп оқитын болсаңыз, онда мүлде басқаша сіз көзқараста боласыз, басқаша өзіңізге баға бересіз. Міне, яғни көркемдеу, эссені қызықты етіп жазуды мен осылай үйретіп жүрмін. Ал енді өзімнің сабағымда, сабақ 3 күн болады. Бірінші күні жалпы бірінші күні емес, осы 3 сабақта жалпы эссенің барлық түрімен танысамыз. Содан кейін бірнеше эссе ұсынамын, эссенің тақырыбын анықтау, оның тезисін бірге жазамыз, оны өзектілігін табамыз. Одан кейін тезисті қалай жазу керек, ондағы ерекшелік қандай, соның барлығына біз 3 күн бойы тоқтап, бірге практикалық түрде жұмыс жасап, мұғалімдермен осындай жұмыстар жасап жатырмыз. Жалпы сабағым
эссе сабағын білесіздер, жалпы кез келген жұмыстың практикалық маңыздылығы сіз үшін маңызды болса, онда бұл сабақтың маңыздылығы, сіз үшін қажеттілігі өте жоғары болады. Себебі практиканы беру ол мүлде басқа. Жай ғана теориялық жүзінде айтып кету ол мүлде басқа. Екеуі екі түрлі нәрсе. Сондықтан менің 3 күндік сабағым тек қана практикадан тұрады. 1 сағат деп айтпаймын, кейде 1,5 сағат болады, кейде 2 сағатқа созылып кетеді. Ол біз жұмыс істеуімізге байланысты. Мұғалім сол 1-ші күнгі, 2-ші күнгі, 3-ші күнгі тақырыпты қаншалықты түсінді, соншалықты ол түсіну үшін біз соншалықты уақыт бөліп отырамыз. Кейде 3 сағат отырған кезіміз болды. Ол тағы да қатысушыларға, олардың қабылдауына, сұрақтарына, тәжірибеге, жұмыс істеуімізге байланысты болады. Сондықтан менің келесі легім эссе жазудың 26 шілде күні болады. Егер сабақ қызықты болып жатса, немесе бір өзіңіздің практикаңызда бір қиындықтар болып жатса, болмаса бір неше түрлі пікірлер бар, мысалы мынау дұрыс па, өзіңіз әлі дүдәмәл күйде отырсыз, былай жазғаным дұрыс па, әлде былай дұрыс па, мынау да дұрыс сияқты, мынау да дұрыс сияқты деген сияқты ойлар ол өте жиі кездесіп жатады. Сондай бір өзіңіздің күмәніңізді сейілту үшін де бұл сабақтың берері мол болады. Сондықтан сабағым туралы да сіздерге айтуды жөн көріп отырмын. Жалпы қалай болды? Бүгін сіздерге мен осындай 4 сұрақ, бірнеше сұрақ келді. Сол сұрақтарды мен топтастырып, 4 сұрақ етіп жасап, эфирге шығып отырмын. Аз да болса өздеріңізге ақпарат алдыңыздар ма? Сабақ сіздерге ақпаратты бола алды ма? Бір ауыз сөз жазып кетсеңіздер екен, мен үшін өте маңызды. Егерде менің эфирімді кейін көріп жатсаңыз да, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Эфирді мен инстаграмға сақтамаймын, парақшама. Эфирімді мен YouTube каналға және телеграмға сақтаймын. Сол жақтан тағы да бір көріп алуға болады. Оны қазір мен сторисқа да көрсетем, сторисқа да белгілеймін. YouTube каналынан және телеграмнан көріп ала аласыздар. Қаншалықты өзіңізге ақпарат ала алдыңыздар? Жазып кетсеңіздер, пайдалы білім болды ма? Инсайттар болды ма? Мүмкін сіз басқаша жасап жүрсіз бе? Сіз қалай үйретіп жүрсіз? Оны да жазып кетуге болады. Тіптен жақсы болатын еді ондай кезде, бір-бірімізбен тәжірибе алмасу, ол да таптырмайтын нәрсе мұғалімдер үшін. Құрметті әріптестер, жаңағы мен айтқан 4 сұрақтың төңірегінде, Әйгерім, рахмет. Жалпы эссе жазуды 5-ші сыныптан үйрету керек. 10-11 емес, 5-ші сыныптан бастап, Жақсы, парақшаңыздан эссе туралы пайдалы ақпараттарыңызды үнемі оқып жүремін. Эссеге байланысты негізгі мәселелер талдап айтқаныңыз үшін рахмет дейді. Тақырыпқа үңілмейді екен. Сіз айтпақшы, Көп осында жерден қате жібереді, Інжу ханым, рахмет сізге. Әйгерім, саған да рахмет. Өте жақсы. Жалпы практикамен бөліскенде тыңдап отырған адам көбірек инсайт алады, тек қана құрғақ сөз емес, құрғақ теория емес. Сондықтан барынша практикамен әлі де алда бөлісемін. Тағы да қандай сұрақтар болып жатады, сол сұрақтарға байланысты тағы да эфирлер жасайтын боламын. 39 минут, яғни 40 минут эфирде отыр екенмін. Сіздерге көп рахмет. Келіп қатысқандарыңыз үшін, пікірлеріңіз үшін көп рахмет. Бұл өте маңызды. Мен үшін де, менің оқырмандарым үшін де. Сондықтан, құрметті достар,
иә, алдағы уақытта тағы да кездесеміз деген үміттемін. Соңғы лектен қалып қоймайын. Соңғы лек менде тамыз айында болады. Жалпы мен қазір 2-ші курс дайындап жатырмын. Ол 2-ші курста оқушыларға қалай үйрету керек. Кәдімгідей тақырыпты ашудан бастап өзімнің әдістерімді ұсынам. Яғни бала бірден қағып алып кетіп эссе жазатындай курс дайындап жатырмын. Ол курсқа бірінші курсқа қатысқан мұғалімдер ғана қатысады, 2-шіге қатыса алмайды, бірден қатыспайды. Сондай курс дайындап жатырмын қазір. Жақсы, рахмет. Ерліковна 01 дейді. Супер-пупер мұғалім дейді. Рахмет. Жақсы, ендеше құрметті достар, эфирімді аяқтаймын. Менімен бірге болғандарың үшін көп-көп рахмет айтамын. Хош, сау болыңыздар.